Сәлем достары, Даббатул арт бұл ақыр заманның үлкен белгілерінің бірі. Біз бүгін сіздерге Даббатул арттың қандай мақұлық екенін және Құранда Даббатул арт жайлы не айтылғанын айтатын боламыз. Достар, видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Араб тілінен аударғанда Даббатул арт дегеніміз жерден шығатын хайуан деген мағынаны білдіреді. Ислам дінінде Даббатул арт деп ақыр заманда шығатын мақұлықты айтады. Бұл туралы Құранның Нәмл сүресінің 82-ші аятында былай делінген. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Оларға айтылған қиямет бастарына келген кезде, олар үшін жерден бір хайуанды шығарамыз да, оларға адамдардың аяттарымызға мүлдем сенбегендіктерін айтады. Даббатул арт хайуан болғанымен адам секілді әрекет етіп, мумин мен кәпір пенделерді бірін-бірінен айырып, мынау мумин, мынау кәпір дейтіндей дәрежеге ие болады. Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді. Даббатул арт өзімен бірге Дәуіт ұлы Сүлеймен алейхиссаламның мөрі мен Имран ұлы Мұса алейхиссаламның аса таяғын алып шығады. Аса таяқпен муминнің жүзін жарқыратса, ал мөрмен кәпірдің мұрнын сындырады. Даббатул арттың қандай хайуан екендігі, неге ұқсайтындығы анық белгісіз. Бірақ кейбір хадистердегі белгілері арқылы оның жер бетінде ұқсасы жоқ екені, сондай бір үлкен хайуан болатындығын аңғаруға болады. Амир ибн Астың айтуы бойынша, Даббатул арт қажылық кезінде Меккедегі бір ағаштан шығады. Басы бұлтқа жеткенімен, аяғы әлі жерден шығып бітпейді. Абдуллах ибн Зубайыр Даббатул артты былай деп сипаттайды. Даббатул арт жердегі хайуанаттардың мүшелерінен жиналған. Мысалы, басы өгіздің басына, көзі шошқаның көзіне, құлағы пілдің құлағына, мүйізі тау ешкінің мүйізіне, мойны түйеқұстың мойнына, құйрығы қошқардың құйрығына ұқсаса, ал аяғы түйенің аяғына ұқсайды делінген. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұр Хамид. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.